Адамның есін шығаратын масаны бәрі таниды. Ал сол маса әр жыл сайын 3 миллион адамның өмірін әкететінін білесіз бе? Қанмен қоректенетін бұл жәндіктің 400-дей түрі бар. Ауру адамның қанын сау адамдарға таратады. Жыл сайын масалар 350-ден 500 миллионға дейін адамдарды ауыртады. Ауырған адамдардың көбі Африкада, себебі сол жақтың ауа райы масаларға қолайлы. ЦЦ шыбыны адамдарға өте қауіпті ұйқы ауруын жұқтырады. ЦЦ шыбыны шаққаннан кейін адамға басында қатты ұйқы келіп, ыстығы көтеріледі. Одан кейін адамның басы айналып, комаға да кетіп қалуы мүмкін. Жылына 500 мыңдай адам осы ауруға шалдығып, ұзақ қиналып өмірден кетеді. Отты құмырсқалар. Құмырсқалардың арасындағы ең қауіптісі болып саналады. Өзі қызыл, бойы 2 мм-ден 6 мм-ге дейін жетеді. Бұл құмырсқалардың түрі Америкада мекендейді, бірақ соңғы жылдары біздің құрлыққа да жеткен. Құмырсқа адамды шаққан кезде уын жібереді. Шағылған орны отқа тиіп тұрғандай қатты күйдіре бастайды. Сондықтан оны отты құмырсқа деп атайды. Жылына бұл жәндіктен 30 адам көзін жұмып, мыңдаған адамдар ауырады. Кенелер. Қазіргі таңда кенелердің 48 мың түрі белгілі. Олардың көбі адамдарға зиян емес. Мысалы, үйдегі шаң, кілем, жастық кенелер және тағы басқалары. Олар өте кішкентай болғандықтан аса қауіп тудырмайды. Ал олардың үлкен туыстары ең қауіпті жәндіктердің қатарына жатады. Энцефалитті кене жыл сайын мыңдаған адамдарды өлтіреді. Энцефалитті кене шаққаннан кейін инкубациялық мерзім 2 аптадан 4 аптаға дейін созылады. Кене энцефалиті кене арқылы тарайтын ми қабынуы және орталық жүйке қабынуын тудырып, орталық жүйке жүйесін қатты зақымдайтын, жедел өтетін жұқпалы ауру. Қарақұрт. Денесі шағын қара, құрсағында қызыл дақтары бар. Шөлді және далалы аймақтарда кездеседі. Әсіресе ұрғашы қарақұрттың уы адамға өте қауіпті. Қарақұрт шаққан жерде қызыл дақ пайда болады. Сәл уақыттан соң білінбей кетеді. Қарақұрт шаққан адамның 10-15 минуттан кейін іші мен кеудесі қатты ауыра бастайды. Дер кезінде жедел жәрдем көрсетпесе, уланған адам 1-2 күннен кейін өліп кетуі мүмкін.